Assalomualaikum YouTube көрермендері. Міне бүгінгі видеомыз Күркетауға жайлы болады. Мына жерде балапанның бәрі араласып тұр. Мына қонақтайтындары. Қазір мен бұларға жем берем. Жем күтіп тұр. Мынандай гранула әмбебап жем. Осы грануламен мына арпаны араластырып берем. Мен негізі азанда кешке 2 мезгіл бердім. Бүгіннен бастап 1 мезгіл берейін деп жатырмын. Мынадан 2 тостақ суға жібітіп алып, кейін 2 тостақ арпа қосып бердім. Енді 4 тостақтан берем. Мен мынандай жібітіп қойдым. 4 тостақ грануланы. Енді осыған 4 тостақ арпа қосып араластырып берем. Тазикке сыймайды екен. Мен осы тазикпен беріп жатырмын. Азында кешке не бір басқа 40 граммнан беретінім ғой. Балапан үндік бәрін қосқанда 80 баста. Соны азында 4 кило, кешке 4 кило беретінім. Енді 8 килосын бәрін азында берейін деп жатырмын. Енді 4 тостақ гранула жібітілген. Енді арпа қосам. Төрт тостақ арпа қостым. Енді осыны араластырып Күркетауықтарға берем. Осыны Күркетауықтарға берем. Мына ақырларына салып берем. 3 ақыр. Цеп. Үндіктер өздері үсіп жемім жеп болған соң азанда үсіп жайлауға шығып кетеді. Азында кешке өздері жайлады. Басында жайып жүрдім. Бір 10-15 күн жайдым болды екен. Қазір енді өздері жайлады. Үндіктерге 120 грамм жем жеу керек бұлар. Мен қазір 80 бас қой бәріне. 80 бастың бәріне 80 граммнан бердім. 30 шақтысы балапандар сәл жайрақ жейді. Үндіктер тезірек жейді, сол үшін бұлардың өздері 100 граммнан таза жейді. Балапандар сәл азырақ жейді. Күркек тауық 15-20 жұмыртқа туып көктемде сөйтіп күрік базады.
сол кезде бастырған кейін одан денесіне қарап қояды ғой жұмыртқаны. Кішілеулер болса 15 жұмыртқа сондайдан қояды. Оның балапан шыққаннан кейін оны өзін ертпей брудерді асырап үндіктерге жақсы жем беріп қайтадан арасына басса, бұлар қайтадан туады да екінші партия. Тағы да бір рет бастырып алуға болады. Немесе жақсы жем беріп, сөйтіп күрік болған кезде суға салып тұрғызып жіберсеңіз, бұлар туа береді. 50-60 жұмыртқаға шейін туады. Күтімі жақсы болу керек та. Жұмыртқасын инкубатормен аштырасыз ондай жағдайда. Инкубатормен аштырып кейін брудерді асырған қиындау. Анасына ертіп жібергеннен қарағанда қиындау болады. Асырауға болады. Анасына ертіп жіберсеңіз ол жақсы. Анасы өзі қарайды да. Балапан кезінде старт деген жем бересіздер. Старт одан кейін рост. Бір қораз 10 үндікке жетеді. Үндік жайатын жеріңіз болса, күрке тауықты келді жақсы бизнес. Бір қой, бір қос туса бұл күрке тауық. 15 күрке тауық жатты. Мен барлық күрке тауық пародасы мынандай американский деген парода бар ғой, күрке тауық. Міне осылар қазақы дейді ғой көбінесе. Негізгі пародасы американский дикий ғой. Бәрін осындай американский қылым. Мұнға жейін асырасам ба деп атым. Күрке тауықты. Күніге 2 мезгіл жем беретінім ғой мен. Бүгін 1 мезгіл бердім да, енді көрем. Жақсы болса 1 мезгіл бере берем. Уақыт тұтасында ода. Кешке тағы да жұмыс болады да, кешке жем берсең. Олар кешке жемді күтпей бейімдерін жайылатын еді да. Кешке жақсы жайылмай қалады да, кешке де жем жейтін болған соң үйге қарай шауып келе береді да. Азында 1 мезгіл жем беріп беретін едім, сонда кешке жақсы жайылып тек қонақтайтын кезде келеді да.
шегіртке қазір сәл азайып қалды. Шегіртке ол сүйікті астары бұлар. Мыналар әуіндіктер. Міне мынауға американский. Осындай үндіктен жинаймын. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Қазақ тіліндегі арнаны қолдап тіркеліп кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Мен комментарийді оқимын міндетті түрде. Сұрақтарыңыз болса жауап беремін. Ал сау болыңыздар.